Ассалаумағалейкум YouTube және ВКонтакте желісінің қолданушылары. Бүгін сіздерге ВКонтактені бұзуға бола ма, немесе бұзуға болмай ма деген сұраққа жауап беремін. Әрине мен оған бірден бұзуға ешқандай да болмайды деп жауап бере аламын. Ешкім де ешқалай ВКны бұза алмайды. YouTube'да мынандай видеолар көбейді, мысалы ВК Выездлом. Бұның бәрін мен көріп шықтым, жасап та көрдім 2-3 мәрте. Өтірік пе, фейк, өздерінің страницаларын, өздерінің парақшаларын өздері өтіріктен бұза салады. Бұларға сенуге мүлде болмайды. Бірақ және де бір накрутка бар. ВКда накрутка жасауға болады. Ол қалай? Накрутка деген сөздің өзіне ол былай. Мысалы сіздің записіңізге 100 лайк, 1000 лайк жинап тастауға болады. Немесе сіздің записіңізге репост көбейтуге болады. Немесе сіздің друзьяңызды көбейтуге болады. Подписчикіңізді көбейтуге болады. Ондай жасауға болады, бірақ ВК бұзуға ешқандай да болмайды. ВКны ешқашанда ешқалай да бұзамайсың ВКны. Бірақ накрутка жасауға болады, лайк көбейтуге болады, друзья істеуге болады. Оны егер осы видеоның астындағы комменттер нормальный болып жатса, қолдап жаса деп жатса, мен ендігі видео сол көп лайк, көп друзья, көп рэпс жасау туралы түсіремін. Онда жарайды, қош, аман, сау болыңыздар.